Қайтарылған активтің әр тиыны қатаң бақылауда. Бүгін Қордайға сапармен келген Жамбыл облысының прокуроры осылай дейді. Ол аймақтағы аталған қаражат есебінен салынып жатқан нысандардың жұмысымен танысты. Іс-сапар аудандық прокуратура ғимаратында басталды. Жеке құраммен танысқан Жандос Нарымбетұлы ғимаратты аралап көрді. Кейіннен ол Қарасай Батыр ауылындағы су құбырының құрылысымен танысқан. Бүгінде мұндағы жұмыстың 80% аяқталыпты. 23 адам мен 6 техниканың жұмылдырылғаны тағы бар. Құрылыс мерзімі бізде жоба бойынша 9 ай болды. Жұмыстың басталуы ағымдағы жылдың ақпан айында басталған. Аяқталу мерзімі осы жылдың 26 жылдың қараша айында. Мердігер мекеме Кастрой эксперт мекеме болып табылады. Құрылыстың техникалық бақылаушысы құрылыс монтажы экспо. Қазіргі таңда жобаның құны жалпы құны 2,4 миллиард теңге. Нысанды аралау барысында арнайы келген аудан әкімі Бекзат Болатбеков атқарылып жатқан жұмыстармен таныстырды. Жұмысшылар және ауыл тұрғындарымен сұхбаттасқан облыс прокуроры қайтарылған активтердің әр тиыны қатаң бақылауда болатынын жеткізді. Мемлекет басшысы мен бас прокурордың тапсырмасы бойынша прокуратура органдарымен заңсыз активтерді қайтару жұмыстары жалғасуда. Қайтарылған активтер есебінен арнаулы мемлекеттік қордан біздің Жамбыл облысында медицина мен ауыз су жүйесін жақсартуға 20 миллиардтан астам теңге бөлінді. Барлық бүткіл облыс бойынша бүткіл нысандардың құрылысы мен бөлінген қаражаттың тиімді жұмсалуы облыс прокуратурасы мен әкімдігінің жеке бақылауында. Содан кейін прокурор Корсем цемент зауытының жұмысымен танысқан. Аталған нысанның құрылысы 2021 жылы басталған еді, ал 2024 жылдан бері кәсіпорын сусымалы цемент шығарып келеді. Бүгінде зауытта 300-ден астам аса жұмысшы еңбек етіп жүр. Айта кетейік, қазіргі таңда өңірде тағы 8 ауыз су жобасы мен 2 медициналық нысанның жұмысы жалғасын тапқан. Нұрбақыт Мұсатилалы, Дәулет Әкимов, Қордай, 24 Ньюс.